Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен бар болғаны 15 минутта дайын болатын, өте дәмді, жылдам жасалатын пирожкидің жасалу жолын көрсетемін. Видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Бүгінгі пирожкиді дайындау үшін ешқандай қамырды ашытудың қажеті жоқ. Бізге дәл осындай самсаның дайын қамыр қажет болады. Самсаның қамырынан өте дәмді, қытырлақ болып шығатын, бар болғаны 15 минутта өте дәмді пирожки дайындайтын боламыз. Самсаның қамырын дәл осындай бөліктерге бөліп аламыз. Отбасыңызға немесе үйіңізге қонақ келген кезде дәл осы әдіспен жасасаңыздар болады. Өте ерекше болып шығады және жылдам жасалатын пирожкилердің бірі болады. Қамырларды дәл осылай видеода көрсеткендей етіп жасап аласыздар. Біздің қамырларымыз дайын. Енді ішіне салатын салманы дайындаймыз. Қайнатылған картошка және майда қуырылған пиязды саламыз. Және өздеріңіз ұнататын аскөктерді қолдансаңыздар болады. Дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, барлығын араластырамыз. Дәл осы салманың орнына ірімшік те қолдансаңыздар болады. Біздің салмамыз дайын болды. Енді қамырларды бір шетіне жұқартып жайып шығамыз. Қамырды барынша жұқа етіп жайғандарыңыз жақсы, сол кезде қабаттары көп болып шығады. Дәл осылай барлық қамырларыңызды бірдей етіп жайып алсаңыздар болады. Қамырларымыз дайын болған қамырдың ішіне бір ас қасықтан толтырып салмамызды салып шығамыз. Екі шетін дәл осылай қайтарып, жақсы қатты бекітіп, шеткі бөлігін шанышқының көмегімен жабыстырып шығамыз. Осымен біздің қамырларымыз дайын болды. Дайын болған қамырды ешқандай дем алдырмаймыз. Дәл осылай қызып тұрған майда қуырып алатын боламыз. Майды да өте қатты емес, орташа отта қыздырамыз және қамырларымызды салып, екі беті қызарғанға дейін қуырып аламыз. Бір беті жақсы қызарып көтеріледі, содан кейін келесі бетін аударып қуырамыз. Осымен біздің өте дәмді, жылдам жасалатын, бар болғаны 15 минут қана уақыттарыңызды алатын өте дәмді пирожкиміз дайын болды. Бір рет жасап көрсеңіздер, сіздердің ең сүйікті пирожкилеріңіздің бірі болады. Ешқандай уақытты алмайды, сағаттап қамырдың көтерілуін күтіп отырмайсыздар. Бар болғаны 10-15 минутта дәл осындай ып-ыстық пирожкилеріміз дайын болады. Құрметті көрермендер, сіздерге де кеңес беремін. Дәл осы әдіспен жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға немесе қонақтарыңызға дәл осылай ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын. Барлықтарыңызға ас болсын.